Ежелгі дәуірден бастап адамның қолы таяқтан оқ қаруға жеткен кез. 1769 жыл. Тарихтағы ең күрделі ерекше тұлғалардың бірі Наполеон Бонапарт, ұлы император, реформатор, саясаткер, тарихи тұлға дүниеге келді. Ол Францияны көтеріп, Еуропаны тізе бүктірді, бірақ соңы қуғынмен аяқталды. Осы видеода біз Наполеон Бонапарттың балалық шағынан бастап жеңістерін, қателіктерін, қуғындалуын және өлімін бірге зерттейміз. Ал сен үшін Наполеон кім? Видеоның соңына дейін көріп пікір қалдыр. Лайк бас. Ендеше біз бастаймыз. Наполеон Бонапарт 1769 жылы 15 тамызда Корсика аралындағы Аятшо қаласында дүниеге келді. Бұл кезде Корсика аралы жақында ғана Францияға берілген болатын. Сондықтан жергілікті халық әлде француз билігіне қарсы еді. Әкесі Карло Бонапартты, заңгер, төмен дәрежелі ақсүйек. Анасы Летиция Ромалино, қатал әрі тәртіпті әйел болған. Наполеон 13 баланың ішінде екінші болып туған, бірақ кейін 8 бала тірі қалған. Бала кезінен тұйық, байсалды, кітапты жақсы көретін болған. Әсіресе ежелгі Рим тарихы мен Александр Македонский туралы оқуды ұнатты. Құрдастарымен көп араласпайтын, бірақ өте еңбекқор және ұқыпты еді. Француз тілін кеш үйренген. Алғашында акцентпен сөйлеп, көпшілікке күлкі болған. Ол француз тілінде қатты акцентпен сөйлеген үшін Францияда мазаққа ұшыраған. Бірақ ол бұған қарамастан үздік оқушы болды. 9 жасында Францияға оқуға жіберілді. Алдымен Отен қаласында діни мектепте оқыды. Шамамен 10-15 жасында Брейн әскери академиясына түсті. Бұл мектепте ол артиллерияға қызығып, математика мен әскери тактикадан үздік болды. 15 жасында Париждегі әскери мектепке ауысып, 16 жасында лейтенант шенін алып, армияға қосылды. 1789 жылы армия ұлы француз революциясы басталып, монархия жойылды. Елде анархия, бүлік, азаматтық соғыстар, кедейлік пен тұрақсыздық жайлады. Наполеон осы сәтті пайдаланды. Ол революциялық армия қатарында болып, алғашқы рет 1793 жылы Тулон қаласында ағылшындардан азат ету кезінде көзге түсті. Ол жас болса да өз идеяларын батыл ұсынды және артиллерияны дұрыс қолдану арқылы жеңіс әкелді. Осы шайқастан кейін 24 жасар Наполеон бригадалық генерал атанды. Оның шеберлігіне тіпті революциялық үкіметтің басты мүшелері таң қалды. Жас генерал тактикалық данышпан атанды. 1795 жылы Парижде жаңа бүлік шығып, патша жақтастары үкіметке қарсы шықты. Наполеон бүлікті күшпен басып тастады. Ол кортежбен соққы беріп, бүлікшілерді таратты. Бұл әрекет арқылы ол Парижді құтқарған адам ретінде елге танылды. Содан кейін ол ішкі істер министрімен жақындасып, саяси қолдау тапты. Осы сәттен бастап ол тек әскер басты емес, саяси тұлға ретінде де өсіп жатты. 1796 жылы ол Италиядағы француз армиясының бас қолбасшысы болып тағайындалды. Бұл шешімді Наполеон өзі қолымен жазып, саясаткерлерге өткізе білді. Ол кемінде 6 шайқаста жеңіп шықты. Австрияны тізе бүктірді. Солтүстік Италияда бірнеше жаңа республикалар құрды. Сол уақытта сарбаздар біз ашпыз, бірақ біз Наполеон үшін күресеміз деп айтатын. Италия жорығынан кейін ол Францияда халық қаһарманы атанды. Наполеонның келесі амбициясы Британия империясын әлсірету болды. Ол Египетке шабуыл жасап, Үндістанға жол ашқысы келді. Каир мен Александрияны алды. Бірақ флотын британ адмиралы Нельсон жойып жіберді. Солайша Египет жорығы әскери сәттілік болмаса да, ғылыми жаңалықтармен есте қалды. Осы сапарда Наполеонның ғалымдары пирамиданы зерттеп, Розетта тасын тапты. Бұл кейіннен ежелгі Мысыр жазуын шешуге көмектесті. Францияда билік әсіреп, сол кездегі үкімет халықтың сенімінен айырылған кезде Наполеон Египеттен қайтып оралды. 1799 жылы 9 қарашада ол мемлекеттік төңкеріс жасады. Саясаткерлерге қысым жасап, парламентті таратып жіберді. Өзін бірінші консул деп жариялады. Бұл қазіргі президентке ұқсас лауазым еді. Бұл Наполеонның нақты билікті қолға алған сәті. Ол әлі император емес, бірақ іс жүзінде елді өзі басқара бастады. Осылайша ол 6 жыл ішінде қарапайым офицерден Франциядағы ең ықпалды адамға айналды. 1804 жылы Наполеон өзінің Францияның император деп жариялаған соң, ол Еуропа тарихындағы ең ауқымды жаулап алу соғысын бастады. Оның армиясы Австрия, Пруссия, Италия, Испания мен басқа да елдерді жеңіп, Франция ықпалын бүкіл Еуропаға таратты. Осы кезең тарихта Наполеон соғыстары деп аталды.
Аустерлиниц шайқасы 1805 жыл. Бұл шайқас Наполеонның ең керемет жеңістерінің бірі болды. 1805 жылы ол Австрия мен Ресей әскерлерін Чехияда Аустерлиниц маңында жеңді. Бұл шайқасқа Франциядан 73 мың адам, Австрия мен Ресейден 90 мың адам қатысты. Наполеон бұл күнді менің әскери өмірімнің ең мақтаныш сәті деп атады. Бұл жеңістен кейін Австрия Франциямен бейбіт келісімге келіп, Францияның үстемділігін мойындады. Аустерлиництен кейін Наполеонның назары Пруссияға ауды. 1806 жылы Пруссия армиясы Наполеоннан жеңіліп, Берлин жаулап алынды. Йона және Ауштет шайқастарында француздар пруссиялықтар талқандады. Кейін 1807 жылы ол Ресей армиясы мен Фриланд шайқасында шайқасып жеңіп шықты. Содан кейін Тильзит келісімі жасалды. Наполеон мен Ресей императоры бірінші Александр бейбіт келісімге келді. Наполеон Испанияға да қол сұқты. Ол елдің королін тақтан тайдырып, өз ағасы Жозеф Бонапартты Испанияның королі етіп отырғызды. Бірақ бұл шешім қатты қарсылық тудырды. Халық көтерілістері басталды. Британ әскері герцог Веллингтон басшылығымен Испанияға кірді. Партизандық соғыс басталып, Наполеонның армиясы шаршады. Бұл соғыс тарихта Пиреней соғысы деп аталды және Наполеон үшін өте тиімсіз шайқастардың бірі болды. Наполеон Англияны әскери жолмен жеңе алмаған соң экономикалық соққы бергісі келді. Ол құрлықтық блокада жариялады. Англияның экономикасын құлату үшін Францияға бағынған барлық елдерге Англиямен сауда жасауға тыйым салды. Бірақ бұл жүйе көп елдерге зиян әкелді. Контрабанда өршіді. Англия бәрібір саудасын жалғастырды. Бұл блокада Наполеонның одақтастарының өзіне қарсы шығуына себеп болды. Оның ішінде Ресей де бар. 1812 жылы Наполеон Орыс империясына қарсы соғыс бастады. Оның 600 мыңдық ұлы армиясы Ресейге басып кірді. Олар Мәскеуге дейін жетті. Оңай басып аламыз деп ойлаған француздар Ресейдің аязының дәмін татты. Армия азықсыз, баспанасыз қалды. Ауру мен шабуылдардан сарбаздар қырылды. Мәскеуді өртегеннен кейін Наполеон жорығы кейін шегінді. Шегіну кезінде армия түгелге жуық жойылды. 1812 жылғы Ресейдегі сәтсіз жорықтан кейін Наполеонның армиясы әлсіреп, Францияға оған қарсы көңіл күй арта түсті. 1813 жылы Лейпциг шайқасында Наполеон Австрия, Пруссия, Ресей және Швеция одағынан жеңілді. 1814 жылы наурызда одақтас армиялар Парижге кірді. Наполеон амалсыз тақтан бас тартты. 1814 жылы сәуірде Наполеон Эльба аралына жер аударылды. Бұл арал Италия маңында шағын әрі тыныш болды. Ол аралда шағын император ретінде формальды билік етті. Тіпті шағын армиясы мен қызметкерлері де болды. Ол Эльбада жүргенде де реформалар жасап, аралдың экономикасын дамытуға тырысты. Бірақ Франциядағы жаңа король Людовик 18-ші елді басқара алмады. Халық арасында наразылық күшейді. Кейіннен 1815 жылы 26 ақпанда Наполеон Эльбадан қашып шықты. Ол 7 кемемен Францияға оралды. Бір қызығы, үкімет оны тұтқындауға бұйрық бергенімен, халық пен әскерлер оны қарсы алды. Бір офицер оған қарсы армиямен шыққанда Наполеон оларға былай деді: "Міне, мен алдарыңдамын. Егер мені өлтіргілерің келсе, міне, кеудем ашық." Бірақ оған ешкім оқ атпады. Керісінше бүкіл армия оған қосылып, Наполеон билікке қайта келді. Бұл кезең тарихта 100 күн деп аталды. Ол тез арада жаңа армия жинады. Францияны реформалауға қайта кірісті. Бірақ Еуропа елдері бұған қарсы одақ құрып, жаңа соғысқа дайындалды. 1815 жылы 18 маусымда Утерло шайқасы болды. Наполеон Англия мен Пруссия әскеріне қарсы Бельгиядағы Утерло маңында соңғы шайқасын өткізді. Британ әскерін герцог Веллингтон, ал Пруссия әскерін Блюхер бастап, француздар жеңді. Бұл Наполеонның соңғы әскери әрекеті болды. Осы шайқастан кейін ол бір жолы құлады. Утерло шайқасынан кейін Наполеон тағы да тақтан бас тартты. Ол Англияға берілуге мәжбүр болды. Бірақ ағылшындар оны әулие Элен аралына жер аудартты. Бұл арал Атлант мұхитының ортасында, Африкадан 2000 километр қашықтықта орналасқан, кішкентай тасты, желді, тұрғын саны аз, қашу мүмкін емес. Бұл аралға 1815 жылы қазан айында келіп, Лонгвуд Хаус деген үйде өмір сүрді. Наполеон өмірінің соңғы 6 жылын осы аралда өткізді. Оны бірнеше британ күзетшісі қадағалады. Қатты оқшауланған, ешкіммен еркін сөйлесе алмады. Денсаулығы нашарлай бастады. Іш ауруы, бас айналу, шарша. Наполеон достарына былай деген: "Олар мені өлтіру үшін зеңбірекпен атқан жоқ.
бірақ бұл аралда мені өлтіруге келді. Соңғы жылдары Наполеон өз өмірін туралы естеліктер жазды. Ол француз революциясы, империя, шайқастар туралы көзқарасын айтты және өзін тарих алдында ақтағысы келді. Оның жанында бірнеше адал офицерлер болды. Мысалы, генерал Бертрам мен доктор Антомарки. 1821 жылы 5 мамыр күні Наполеон 51 жасында қайтыс болды. Себебін дәрігерлер асқазан қатерлі ісігі деді. Бірақ кейбір деректерде ол баяуымен уланған болуы мүмкін. Тіпті Наполеонның туыстары да оның уланғанына сенді. Оның соңғы сөздері былай болды: Франция, армия, әскер басшылары, Жозефина. Бұл оның өміріндегі ең маңызды 3 нәрсе болған сияқты: отаны, армиясы және бірінші әйелі. Бастапқыда Наполеон аралдағы шіркеудің қасында қарапайым қабірге жерленді. Бірақ 1840 жылы Франция оның сүйегін қайтарып алып, Париждегі инвалидтер үйіне салтанатты түрде жерледі. Наполеон Бонапарт адамзат тарихындағы ең күрделі, ең даулы тұлғалардың бірі. Ол кедей ақсүйек отбасынан шығып, Франция императоры атанды. Ол реформатор болды. Заң, білім, экономика саласында үлкен өзгерістер жасады. Сонымен қатар ол жаулаушы болды. Еуропаны отқа орап, миллиондаған адам қаза тапты. Ендеше осы шығарылым мәресіне жетті. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып кет. Бұл сіздер үшін 1 секундтық іс, ал мен үшін бұл қырғын еңбек.